еліміздегі ең әдемі ауылға келдім. Бұл Қатон-Қарағай ауданындағы Берел ауылы. Таудың бөктерінде, өзеннің жағасында орналасқан. Мұнда келсеңіз, Рахман қайнары, Қаракөл, Мұзтауды тамашалап қайтуға болады. Сайын насылдыққа қарау деген қалай деймін да? Енді мынау біздің бала кезден өскеннен кейін бұл жерге біздің көзіміз әбден үйренген ғой. Жаз жақтан келген адамдарға бұл енді табиғат өте үлкен әсер етуі мүмкін. Мүмкін емес, солай болады да. Бұл ауылда үйдің бағасы қымбат екен. Шамамен 10 миллион теңгеден басталады. Өйткені туризм жақсы дамыған. Туристік маусым қызған шақта алдын ала хабарласпаған қонақтар орын таба алмай қалуы мүмкін дейді жергілікті жұрт. Біз Серікқазы аға мен Алмаш апайдың үйіне құдайы қонақ боп түстік. Айтпай келетін қонақты құдайы қонақ дейміз. Одан кейін құдайы қонақ келген кезде шымпейілмен қолында өзінің не жеп отыр сонысын беріп, разып шығарып салу, ол әрбір қазақтың міндеті деп айтуға да болады. Мен саяхатшы әрі журналист Жазира Байдалымын. Парақшама жазылып қойыңыз.